Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі математикалық сауаттылықтың нұсқа талдауын бастайық. Бүгін сіздермен 8-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Оқушылар, мен осы нұсқа талдауға орбитал деген баспаның математикалық сауаттылық тестін қолданып жатырмын. Сіздерге қызықты болса, көрсеңіздер болады сол кітапты. Ал кәнеки оқушылар, барлықтарыңыздың білімдеріңіз қайырлы болсын. Бүгін 8-ші нұсқаның бірінші сұрағымен бастайық. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыруды ұмытпаңыздар. Пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, және каналға лайк басып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Бірінші сұрақ. Жұлдызшаның орнына теңдік орындалатындай санды жазыңыз дейді. Көрініп тұр ма, оқушылар? -16 плюс жұлдызша -23-ға тең екен. Енді оқушылар, мынау бізде жұлдызшаның орнында x дейік, x жұлдызшаның орнында x теңдеу болып тұр. Бұлай теңдеу арқылы шығарсақ та болады. Теңдіктің оң жағында -23 деген сан, ал сол жағында -16 деген санды оң жаққа +16 қылып өткіземіз. X тең -23 плюс 16, минус пен плюс минус деген амал орындалады, яғни азайту амалы. Азайтсақ 23-тен 16-ны азайтсақ 7 шығады. Плюс пен минус ең үлкен санның таңбасы қойылады осы жердегі. -23 санның таңбасы, яғни 23 санның таңбасы -7. Жауабы Б нұсқасы. Келесі, 6-ға еселі сандар қатарын табыңыз дейді. 6-ға бөлінетін сандарды табамыз, болды. А нұсқасын қарайық. 36 6-ға бөлінеді, 42 бөлінеді, 48 бөлінеді, 54 бөлінеді, 60 бөлінеді 6-ға. Осы сияқты 6. Енді басқаларын на всякий случай тексеріп көрейік. 6 6-ға бөлінеді, 18 6-ға бөлінеді, 28 бөлінбейді, сондықтан кірмейді. 24 бөлінеді, 36 бөлінеді, мынау бөлінеді, 64 бөлінбейді, 70 бөлінбейді. Келесі 12 бөлінеді, 24 бөлінеді, мынау 46 бөлінбейді. Сондықтан жауап А нұсқасы. Келесі 2 санның қосындысы 423. Осы сандардың бірі 5 цифрмен аяқталады. Егер 5 цифрын өшірсе, екінші сан алынады. Екінші санды табыңыз дейді. Нұсқалармен шығарамыз оқушылар бұндайды. Мысалға 2 санның қосындысы қандай да бір, мынау, демек біріншісі, осы сандардың бірі 5 цифрмен аяқталады екен. Қандай да бір сан 5 цифрмен аяқталады. Және 5 цифрын өшірсе, екінші сан алынады. Демек, мына жердегі нүкте, қандай да бір цифрлар бар ғой. Сол цифрлар дәл өзі шығады екен. 5-ті өшірсек дейді, тең 423-ге. Демек, оқушылар қараңыз. Мысалға, А нұсқасын қарастырсақ, 37, я? 37, 5 цифрын қояйық осыған. Қосайық, 5 цифрын өшіріп тұрған кезде 37 шығады, я? Көрдіңіздер ма логиканы? 375-ке 37-ні қосақ 423 шыға ма? Егер шықса, осы жауап болады. Бірақ ол шықпайды, я? Бұл 412 болады. Дәл осылай нұсқамен тексеріп аламыз. Келесі 39, 5, 395-ке 39-ды қосамыз. 434. Келесі 36, бұл да емес екен.
А нұсқасы емес, Б нұсқасы емес, С нұсқасы 36. Тағы 5 цифрын қоямыз. 5 цифрын өшіріп тастағанда 2 таңбалы 36 шығады, 2 таңбалы сан. Қосып көрсек 401. Бұл да емес екен. Енді Д нұсқасы қалды. 385-ке қосамын 38-ді. Тең болады 423. Д нұсқасы бізде жауап екен. Келесі сұрақ. 10 сыныбының 11 оқушысының бойларын өлшегенде мына нәтижелерді алыппыз. 151, 152 деген сияқты сантиметрде. Олардың бойларының медианасы және арифметикалық ортасын табыңыз дейді. Оқушылар, медиана дегеніміз санның медианасы. Берілген біздің сандарымызды өсу ретімен немесе кему ретімен жазып аламыз. Қараймыз. Бізде есепте 151, 152 барлығы өсу ретімен беріліп қойылған дайын. Сондықтан медиана дегеніміз ол өсу ретімен жазып алып, екеуінің дәл ортасындағы санды аламыз. 151 мен 176, 152 мен 175, 160 пен 174, 163 пен 173, 167 мен 172 болса, о дәл ортада мынау 172 тұр екен, оқушылар. Егер бұл бізде 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 оқушы екен, е? Тақ сан, жазылып тұр екен ғой мына жерде. Тақ сан болғандықтан дәл ортасына ала саламыз 172 болып. Егер жұп болса, оқушылар саны, мысалы 12 оқушы болатын болса, дәл ортасында 2 сан түсіп қалады. Мысалға, 272 түсіп қалатын болса, екеуінің арифметикалық ортасын аламыз. Екеуін қосып 2-ге бөле саламыз. Демек, бізде медианы 172, бүкіл жауап 172 екен. Енді біз арифметикалық орта арқылы есептің дұрыс жауабын табайық. Арифметикалық орта дегеніміз бүкілін барлығын қосып шығамыз. Мына жерге ұзын бөлшек сызайық. Бәрін қосамыз. 151 плюс 152 плюс 160 плюс 163. Сосын 167. Сонымен оқушылар, арифметикалық орта дегеніміз берілген сандарды барлығын қосып, сол санның количествосына бөлеміз да. 173, 174, 175, 176. Барлығын қосындысын қосып шығып 11-ге бөлеміз. Жалпы 11 оқушы болғандықтан. Мынаны калькуляторда қоса салайық. Сіздерге ОБТ-да да экранның бір бөлігінде калькулятор тұрады. Сол арқылы қоссаңыздар болады. Жалпы 1835 болады екен. Ал өздеріңіз беймарал кезде дәптер қаламмен қосып машықтансаңыздар, өздеріңізге пайда. Тең бөлсек, енді 166 81 деп шықты. Демек, бізде
жауабы А нұсқасында екен. Медианасы 172, арифметикалық ортасы 166,8. Келесі сұраққа көшейік. Қалтада 5 ақ, 9 жасыл және 1 қызыл асықтар бар. Қалтада кездейсоқ алынған бір асықтың ақ болу ықтималдылығын табыңыз еді. Енді жалпы бізге сіздерге үнемі айтамын, иә, ықтималдылықтың табу формуласы Қайрат Нұртас. KN. Керегін жалпысына бөлеміз. Бізде ықтималдылықты тап деп тұр, иә? Тең ақ болу ықтималдылығы дейді. Демек, ақ шарды ала саламыз, болды. 5 ақ шар бар екен, сол бізге керек. Жалпысы қанша шар бар? 9-ға 1-ді қоссақ 10, 15 шар бар общий қалтада. Екеуін қысқартсақ Б нұсқасы екен. Б. 5-ші есеп нұсқасы Б. Паузаға басып, қайталап көрсеңіздер болады. Келесі есеп. Дүкеншінің бір күнде сатқан тауарлары кестеде көрсетілген. 35 ертегі кітап, 12 әдеби кітап, 100 оқулық, 10 географиялық карта, пән бойынша тест жинақтары 25 штук сатылған екен. Сатпаушы алушылар үшін қайсысы мода екенін анықтаңыз дейді. Мода дегеніміз сандар арасында ең көп кездесетін аласаластар болды. Ең көп қайсы? 100. Демек бізде 100 дегеніміз оқулық. С нұсқасы. С нұсқасы оқулық ең көп кездеседі. Модаға жатады. 36 М72 теңсіздігін қанағаттандыратындай 6-ға еселік болатын барлық М шешімдер санын табыңыз дейді. 6-ға еселік сандар, 6-ға бөлінетін сандар. Мына жерде қараңыздар, мынадай теңдік белгісі жоқ. Сондықтан 36 мен 72-ні алмаймыз. Түсінікті ме? Егер теңдік белгісі болған кезде 36 мен 72-ні де алатын едік жауап ретінде. Сондықтан оны қазір алмаймыз. 36-тан кейін 6-ға еселік қай сан? 7. Мысалы 6-ның таблица умноженияның көбейту кестесін елестетіңіздерші. 6-ға еселіктер 6 жердегі 6 36, 6 жердегі 7 42, 6 жердегі 8 48, 6 жердегі 9-ымыз 54, 6 жердегі 10-ымыз 60, 6 жердегі 11-іміз 66, 6 жердегі 12-іміз 72 болды, стоп. О жерде тоқтаймыз, себебі 72-ке дейін деп тұр оқушылар. Бірақ 72-ке алмаймыз. Бағана айтқанымдай теңдік белгісі жоқ. 72-ні алмаймыз. Сонда қанша сан бар? 1, 2, 3, 4, 5 бар. 5 штук бар. Д нұсқасы екен. Жалпы 5 штук. 5 дана сандар бар екен. Келесі. Көп балалы отбасында 7 бала алманы, 6 бала өрікті, ал 5 бала жүзімді жақсы көреді. 4-еуі алманы да, өрікті де жақсы көреді. 3 бала алма мен жүзімді, ал 2 баласы өрік пен жүзімді жақсы көреді. Ішінде біреуі ғана алма, өрік пен жүзімнің барлығын жақсы көреді. Тек алманы жақсы көретін неше бала бар екен анықтаңыз дейді. Оқушылар, енді бұнда шатасасыздар, шатаспайтын жолдарын қазір түсіндіремін. Тек қана алманы жақсы көретін балалар санын табуымыз үшін алма жақсы көретіндердің жалпы санынан, барлығы алма жақсы көретін 7 бала бар ғой, содан
басқа жемістермен қиылысатын бөліктерді алып тастаймыз. Ол дегеніміз қалай? Қараңыздар. Алма мен өрікті А деп қояйын. Алма мен плюс өрікті. Немесе былай деп қояйын да, плюс емес, былай деп қояйын. Алма мен қиылысу жиын ретінде. Алма мен өрікті төртеуі жақсы көреді екен да. 4 бала алманы да, өрікті де жақсы көреді екен. Алма мен жүзімді 3 бала жақсы көреді екен. Алма мен мынау указателім жаман болып кетіп отыр да. Алма мен жүзімді 3 бала жақсы көреді екен. Енді өрік пен жүзімді 2 бала жақсы көреді екен. Енді өрік, жүзім, алманы барлығын жақсы көретіндер 1 бала екен, е? Барлығын жақсы көретін деп қояйын. 1 бала екен. Енді алма мен өрікті ғана қараңыздар. Мына мысалға алма мен өрікті, мынау алма мен өрікті жүзімсіз жақсы көретіндерін табу үшін мынадан 1-ді аламыз. Сонда 3 бала жүзімсіз алма мен өрікті жақсы көреді екен. Енді алма мен жүзім қараңыздар. Алма мен жүзімді өріксіз жақсы көретіндер. Сонда 2 бала алма мен жүзімді өріксіз жақсы көреді екен да. Тек қана алманы жақсы көретіндерді табу үшін енді общий 7 алманы жақсы көретіндерден аламыз. Мынау алма мен өрікті жүзімсіз жақсы көретіндер. Сосын алма мен жүзімді ғана өріксіз жақсы көретіндер. Плюс барлығын жақсы көретіндер. Мынау өрік пен жүзімге қарамадық, себебі бізге алманы жақсы көретіндер қажет болып тұрды. Сонда тең болады 6, мынаның іші 6-ға тең. 1 бала тек қана алманы жақсы көреді екен, оқушылар. Жауап 1. Д нұсқасы. 1 бала тек қана алманы жақсы көреді. Видеоны паузаға басып көріңіздер, тағы да сұрақтарды комментарийге қалдырыңыздар. Келесі. Диаграммада дүкенге қажетті тағамдарды сатып алуға жұмсайтын 1 күндік шығын көрсетілген. Егер барлық тағамды сатып алу үшін 35 000 теңге төлеу қажет болса, сүтке қанша ақша жұмсайды дейді. 35 000 теңгеге 35 000 бұл оп-оңай, оқушылар, қараңыздар. Бір ғана пропорция арқылы шыға салады. 35 000 теңге 100%, я? Барлығы 100%. Енді пайыздың астына пайызды жазуымыз керек. Бізге не керек? Сүтке қанша ақша жұмсайды? Сүтке қанша белгісіз.
қанша теңге жұмсаймыз деп тұр. Сүттің пайыздық мөлшері дайын 36% деп тұр. Қанша теңге жұмсайтынымызды табу үшін 36-ны, яғни 35.000 теңгені оқушылар, бұл пропорция метод бабочки әдісімен табылады. 35.000-ды 36-ға көбейтіп, мынандай бабочки ұқсады ма білмеймін. Осы бабочки әдісімен табылады. X-ті жазамыз. X-тің напротив бетінде жатқан, мынандай крестик бетінде жатқан 100%-ті астына жазамыз. Көп оқушылар пропорциядан шатаса бересіздер да, соған тағы қайталап айтып жатырмын. 35.000 теңгені көбейтеміз 36-ға. Сонда 2 нөлін алып тастаймыз, қысқартып болды. 350-ді 36-ға көбейтсек, 12.600 болады. Демек, сүтке 12.600 теңге жұмсайды екен. Д нұсқасы бізде дұрыс жауап. Бұл жерде кез келгенін сұраса, мысалға, жұмыртқаны сұраса 20% деп қоясыздар, айранды сұраса, мысалы қаймақты сұраса 9% деп шығарып көресіздер. Келесі есеп: тік төртбұрышты теледидар экранының диагоналі 100 см. Мысалға, тік төртбұрышты теледидар Ладно, ана фигура сызылмайды екен, қазір осы жерде мен қолмен сызып жатырмын, қисық болып жатыр да. Мынау диагоналі. Диагональ дегеніміз екі қарама-қарсы ұштарын қосатын кесінді. Мынау 100-ге тең екен. Жүзге тең. Егер осы теледидар экранның ұзындығы 80 см болса, мынау 80 болса, оның енін табыңыз, мынау x табыңыз дейді. Қараңыздар, бұл тік бұрышты үшбұрыш. Пифагор теоремасы. Яғни 80-нің квадратына x-тің квадратын қосатын болсақ, Пифагор теоремасы не еді? Бұл жерде тік бұрыштың турасында жатқан диагональ, мынау біздің тіктөртбұрышымыздың диагоналі, үшбұрыштың гипотенузасы. Пифагор теоремасы катеті қайсы болады? 80 мен x ұзындығы мен теледидарымыздың ұзындығы мен ені катет болады. Солардың катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең. X квадрат тең 100-дің квадраты. 80-ді уже мына жаққа минус қылып өткіземіз. 80-нің квадраты. Сонда x квадрат тең 100-дің квадраты 10.000. Азайтамыз. 80-нің квадраты 8-дің квадраты 64. 2 0 қоса саламыз, 6400. Сонда x квадрат тең 3600. X-ті табу үшін түбірден квадраттан құтылуымыз үшін түбірге аламыз.
ой, мына 3600 дегеніміз қай санның квадраты? 60 деген санның квадраты. 6 сантиметр екен, жауабы А нұсқасында. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Барлықтарыңызға назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.